Сәлеметсіздер ме, балалар? Алдымен дәптерге бүгінгі күннің жады мен сынып жұмысын жазамыз. Бүгін сәуірдің 29-ы, сынып жұмысы. Балалар, біз бүгін сабақта осы уақытқа дейін өткен тақырыптарға байланысты жаттығу жұмыстарын жасаймыз. Алдымен апта күндерін есімізге түсіріп қайталап алайық. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Енді жаттығу жұмыстарын жасаймыз. Бірінші тапсырма. Сөздердің жалғауын жалғап, сөйлемді толықтырып жаз. Жалғау орыс тілінде окончание. Мен анама гүл сыйлаймын. Гүл сыйлаймын. Ары қарай жалғастырып, сөйлемдерді толықтырамыз. Екінші тапсырма. Сөздердің аудармаларын айтыңдар. Цветы, тюльпан, мне, день рождения, сегодня, пятница, завтра. Цветы, гүл. Ал қалған сөздердің аудармалары қандай? Үшінші тапсырма. Берілген суреттерге қараймыз. Суреттерді пайдаланып, 3 сөйлем құраймыз. Мысалы, бірінші суретте біздің сыныпта гүлдер бар. Немесе Әнел сейсенбіде әткеншек тебеді. Анна анасымен бірге жексенбіде хайуанаттар бағына барады. Әлібек пен Әсел шахмат ойнап отыр. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі біздің нәтиже сабағымыз осымен аяқталды.